Неге осы кейбір келіншектер сондай пысық болады екен деймін. Жұрттан қалмайтын, балаларың бір қосымшадан қосымшаға, үйірмеден үйірмеге тасып жүретін, бәрін өзі реттейтін. Солай ең болмағанда Қапшағайға барып жазда бірнеше рет барып келетін, еще оны монтаждап түрлі қылып статусқа салып отыратын сондай пысық келіншектер болады дағы. Оның күйеуіне қарасаң бір қой аузынан шөп алмайтын, екі сөздің басын құрай алмайтын, сондай болады деймін да. Еще кейбіреуінікі сондай пысық келіншектердің күйеуі ішкіш болады ғой. Зарплата түйген күні, мереке. Ана зарплата жоқ үйге жеткенше. Онымен қоймай үйдегісін қосып таратып келетін, сондай жомарт болады. Енді кейбір әйелдер болады, бір салақ, қолынан түк келмейді, не тамақ пісіре алмайды, не үй ұстай алмайды. Солардың күйеулеріне қарасаң жалаң етіп тұрады. Бала күніне мал табар. Үйіне барсаң, әйел отырып, білмеймін деп, бірдеңе сұрасаң, білмеймін, байым біледі. Тағы бірдеңе сұрақ болсаң, өзі келгенде өзінен сұраңдар деп солай отырады да. Ал енді бір әйелдер болады, ананың жасаған тамағын қайта үйіне барып жегін келетін. Сондай бір әйелдер болады. Ондайлардың күйеуі үйіне қонбайды ғой. Айлап жоқ қой, үйінде жоқ. Енді кейбір еркектер болады, жұмыстан асығып отырады. Қоңырауды күтіп отырған бала ұқсап жұмыстан түсуге дайындалып, киініп. Әуелі кейбіреу қазір пультпен машинасын оталдырып қояды. Жұмыстан түскенде барады дағы жылы машинаның ішіне отыра қалып кете қалады. Солардың әйелдері бір тамақ жасамақ тұр ғой, шайын дұрыстап бере алмайтын болады ғой. Неге осындай?